Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 78-ші сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Балалар, алдымен ережені есімізге түсірейік. Заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, не істеді? Ұшты. Не істеді? Жүргізді. Не істеді? Барды. Не істеді? Оқыды. Балалар, ереженің астында тұрған суреттерге қарайық. Балық не істейді? Балық жүзеді. Кеме не істейді? Кеме жүзеді, балалар. Көбелек не істейді? Көбелек ұшады. Қарлығаш не істейді? Қарлығаш ұшады, балалар. Ағаш не істейді? Ағаш өседі. Гүл не істейді? Гүл өседі. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Олай болса, бірінші жаттығуға қарақ. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Өлеңнің тақырыбы: жазғы тұрым. Ой, балалар, жылы-жылы жел соқты, жылғалардан су ақты, қаңқыл-қаңқыл қаз кепті, жер қарайды, жаз кепті, желкілдейді көк майса, желіндейді мал жайса, ауыл көшті қыстаудан, әне апамдар қой сауған. Бұл өлеңнің авторы Ильяс Жансүгіров. Балалар, бұл өлеңде көк майса дегеніміз жасыл шалғынды шөп, мол жерді айтамыз. Балалар, көктемде айнала қандай күйде болады? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Көктемде күн жылына бастайды. Жылы жақтан құстар келеді. Қыстан қалған қарлар еріп, жылғалардан су аға бастайды. Жер қараяды. Жерде бәйшешектер гүлдеп, айналамыздағы жасыл шалғынды шөп молаяды. Малдар төлдеп, ауыл қыстаудан көше бастайды. Жақсы, балалар. Балалар, бұл мәтін әңгіме ме, әлде өлең бе? Дұрыс айтасыңдар. Бұл өлең екен, балалар. Жақсы. Балалар, олай болса, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз, заттың қимылын білдіретін сөздердің астын сыз. Балалар, сөйлемдерді оқып шығайық. Мамыр айында құстар балапан шығарады. Заттың қимылын білдіретін сөзді табайық. Дұрыс айтасыңдар. Шығарады. Не істейді? Шығарады. Балалар, келесі: бұл кезде 1-2 күнге созылатын суық болады. Бұл сөйлемде заттың қимылын білдіретін сөздер созылатын және болады сөздері. Міне осы сөздердің астын сызып қояйық. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Олай болса, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу: сурет бойынша осы мереке туралы айт. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесі. Балалар, бұл мерекеде Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта тату-тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Бұл күні бір шаңырақтың астында шоғырланып, ән айтып, би билеп, жалпы халықтық мейрамда дәстүр мен салтқа толы түрлі көріністер көрсетеді. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.